Сәлеметсіз бе? Сіздің назарыңызға келесі қызмет бойынша бейне нұсқаулықты ұсынамыз. Android және iOS операциялық жүйелері негізінде egov.kz ұялы қосымшасы арқылы баланы балабақшаға кезекке қою. Өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңізбен электрондық үкімет порталындағы пароліңізді пайдалана отырып, қосымшада авторланыңыз. Сол жақ жоғарғы бұрыштағы мәзір белгішесін басқаннан кейін, сіз қолжетімді қызметтер тізімін көресіз. Балабақшаларға кезек қызметін таңдаңыз. Ең алдымен кезекке қою батырмасын басыңыз. Өзіңіздің байланыс деректеріңіз, телефон және имейлді көрсетіңіз. Облыс, қала мен ауданды көрсете отырып, балабақша орналасқан өңірді таңдаңыз. Балаңызды оқытудың өзіңіз қалаған тілді таңдаңыз. Бұдан әрі брондауды бастау батырмасын басыңыз. Келесі қадамда балаңыздың жеке сәйкестендіру нөмірін көрсету қажет. Енді сіз көрсеткен оқыту тіліндегі осы өңірдегі қолжетімді балабақшаларды таңдауыңыз керек. Мектепке дейінгі 3 ұйымды таңдаңыз және брондау батырмасын басыңыз. Сонымен, сіздің балаңыз балабақшаға кезекке тұрғызылды. Толық ақпарат салымына басып, баланы тіркеу туралы хабарламаны көруіңізге болады. Балабақшаға кезекті қарау үшін қосымша мәзірінен балабақшаларға кезек қызметін, бұдан кейін кезектегі нөмірді қарау батырмасын таңдаңыз. Балаңыздың жеке сәйкестендіру нөмірін және балабақша орналасқан өңірді таңдаңыз. Бұдан әрі іздеу батырмасын басыңыз. Нәтижелер терезесі ашылады. Мұнан сіз мектепке дейінгі ұйымдардың атауларын және өзіңіздің балаңыздың кезек нөмірін көре аласыз. Назарыңызға рахмет. Электрондық үкімет порталының қызметтерін пайдаланасыз деген үміттеміз. Портал жұмысына қатысты кез келген сұрақтар бойынша бізбен әлеуметтік желілерде немесе 1414 және 8800 080 7777 нөмірлері бойынша бірыңғай байланыс орталығына хабарласа аласыз. Қоңырау шалу бүкіл Қазақстан бойынша тегін.